Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де жасап көріңіздер. 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Аппақ болып көпіргенге шейін. Оның үстіне айранымызды қосамыз және де сұйық майымызды қосып жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткіземіз және де 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай болып шығу керек. Бетіне себетін крошкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май және ұн, қант қажет болады. Мен астына жазып қалдырамын. Ыдысымызға сары май жағамыз, себебі жабысып қалмау үшін. Үстіне мен алма мен қарақат салдым. Сіздер өз қалауларыңызша жемістер салсаңыздар болады. Салмасаңыздар да өз еріктеріңізде. Осылай оның үстіне жаңағы дайындап алған крошкаларымызды саламыз. Песочное тесто. Дайын болған пирогымызды осылай ағаш таяқшымен тексеріп аламыз. Құрғақ болып шығу керек. Оның үстіне қант ұнтағын сеуіп, кішкене сәндеп қойсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді жұмсақ болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк басып пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.